Так, бүгін гипоксия жайлы кішігірім айтып өтейін. Өзіміздің қазақи түсінікті тілмен. Оған дейін сіздер лайк басып реакция қалдырып отырыңыздар, обязательно, хорошо. Гипоксияның белгілерін айтып өтейін. Бірінші гипоксияның белгілері. Достар, гипоксия дегеніміз миға, баланың миына оттегінің дұрыс жетіспеушілігі. Балада гипоксия бар екенін былай білуге болады. Мұқият қараймыз, достар. Гипоксиясы бар бала. Достар, гипоксияның белгісі бала тынымсыз болады. Сәл-сәтқа шошып жылай беретін болады. Бірдеңе тырс етсе, және де жылаған кезде аузының ұшы көгереді. Аузының ұшы да денесі мраморный болады. Тордауда және де баланың аяғын бастырған кезде былай бүгіп тұрады. И аяқтарының ұшында бүгіп алады. Гипоксияның белгілері да. Шашқа мән бермейміз, достар. Ең бастысы айтып атқан сөзіме мән беріңіз. Және де гипоксияның тағы бір белгілері бала шалқақтай береді, достар. Шалқақтай береді. И аяғының ұшымен де тұрады. Түсінді ма? Достар, осы мен айтқан гипоксияның белгілері сіздің балаңызда бір хотя бы екеуі, үшеуі кездессе, бірден невропатолог маманына қарату керек. Түсінікті ғой да? Оның емі, достар, емі таза ауаға көп шығару. Баланы таза ауаға көбірек серуендету керек, таза ауаға шығару керек та. Көп көмегі бар гипоксияға. Және де баланы бассейнге апару керек. Кәдімгі морской шөлмен түсірсе, бізде Жаңаөзен қаласында болсаңыз алып келсеңіз болады. Кәдімгі морской шөлмен череда қосып түсіреміз. Көп пайдасы бар. Қалай, достар, түсінікті болды ма сіздерге? Бірдеңе түсініп жатсыздар ма? Егер түсініп жатсаңыздар, я түсінікті деп бірдеңе жазып қойсаңызшы. Өзімен өзім сөйлесіп отқандай болмайын. Реакция қалдырып. Мынандай гипоксиясы бар балдарға осы бассейннің көп пайдасы бар. Қараңыз, бала жүзіп үйренеді, иммунитет жақсарады, тәбеті ашылады, гипотонусқа жақсы, қан айналым жақсарады, коликаға жақсы. Вот, міне мына балапанымыз ұйықтап қалды, жатуға рахаттан. Қандай пайдасы бар? Баланы тыныштандырады, күшті ұйықтап жатыр. Қараңыз.